Қазіргі заманда көпшілігіміз өмірімізді және қарым-қатынасымызды жақсартудың жолдарын үздіксіз іздейміз. Өз-өзімізді дамыту туралы кітаптар оқып, өзін жақсы көру туралы аффирмациялар қайталаймыз. Алайда Карл Юнг ашқан өзіңді тереңірек түсінудің әлде қайда терең деңгейі бар. Бұл іргелі жаңалық қарым-қатынас пен өзімізді қабылдауды терең деңгейде түсіндіре отырып, өзімізбен және айналамыздағы адамдармен қарым-қатынасымызды түбегейлі өзгерте алады. Ең бастысы, біз өзге адамдармен қарым-қатынасқа кездейсоқ түспейміз. Бізді өзгелерде тартатын, немесе итермелейтін әрбір нәрсе өз ішіміздегі шешілмеген сұрақтар мен ішкі қақтығыстардың көрінісі. Олар біздің назарымызды және емделуімізді қажет етеді. Егер біз біреумен кездесіп, сол адам бізде қатты эмоция туындатса, таңдану болсын немесе ашу, бұл сол адамның өзі жайлы емес, керісінше біз туралы көп нәрсе айтады. Бұл біздің тұлғамыздағы дамуды немесе емделуді қажет ететін аймақтарды көрсететін психологиялық компас іспеттес. Мысалы, егер біз біреуге қатты таң қалсақ, бұл біз өмірімізде дамытқымыз келетін, бірақ әлі күнге дейін батылдық етпеген қасиет болуы мүмкін. Бәлкім қорқыныштан немесе өзімізге деген сенімсіздіктен. Ал біреу бізде ашу немесе тітіркену тудырса, бұл өзімізде де бар, бірақ мойындағымыз келмейтін қасиеттерді жоққа шығарып жатқанымыздың белгісі болуы мүмкін. Бір жағдайды елестетіп көріңіз, сізді тым өзіне сенімді адамдар ашуландырады. Бұл ең алдымен өзіңіздің табиғи сенімділігіңізді ішіңізде басып тастап жүргеніңізді білдіруі мүмкін. Бәлкім өткендегі жарақаттардан немесе балалық шақта қалыптасқан шектеуші сенімдерден. Немесе егер сізге әсіресе шығармашылық адамдар ұнайтын болса, бұл сіздің ішкі шығармашылық әлеуетіңізде мойындалуды және дамытуды қажет етеді дегенді білдіруі мүмкін. Бірақ сіз оны өз өміріңізде толыққанды білдірудің жолын әлі таппағансыз. Егер сізді біреудің артық эмоционалдығы ашуландырса, ойланыңыз, мүмкін сіз өзіңізге эмоция білдіруге тыйым салып жүрген шығарсыз. Осал немесе әлсіз көрініп қаламын деген қорқынышпен. Өзіңді тану жолында жұмыс істеу, абсолютті шынайылықты және өзіміз бен өзгелерден жасырып жүрген ішкі тұстарымызды көруге дайын болуды талап етеді. Бұл кейде ыңғайсыз, тіпті ауыр болуы мүмкін, бірақ дәл осындай терең жұмыс өмірде түбегейлі өзгерістер жасауға және сау қарым-қатынастар құруға қажетті қадам. Біз өзіміздің қандай да бір жағымызды қабылдамасақ, ешқашан басқа адамдармен толыққанды әрі шынайы қарым-қатынас құра алмаймыз. Өйткені біз қабылдамай жүрген қасиеттеріміз үнемі айналамыздағы адамдарға проекцияланып тұрады. Өзгеру процесін бастау үшін айналадағы адамдарға деген реакцияларымызды мұқият жазып отыратын күнделік жүргізіп, қарым-қатынаста қайталанатын үлгілерді талдап, өзіміз қабылдаудан бас тартып жүрген қасиеттермен жұмыс істеу, ал біз басқалардан көріп, таңданатын қасиеттерді өз бойымызда саналы түрде дамытып, оларды тұлғамызға біріктіру ең тиімді жолдардың бірі. Сіз бұрын қабылдамаған болмысыңыздың бөліктерін біріктіре бастағанда, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңыз табиғи түрде сау әрі үйлесімді бола бастағанын байқайсыз. Ол қарым-қатынастар жаңа мағына мен тереңдікке толы болады. Сіз энергияңызды соратын, жаныңызды ауыртатын, улы байланыстарды өміріңізге тартуды доғарасыз. Махаббатты тәуелділік пен манипуляциясыз сезіне алатын боласыз. Ал өзіңізді түсіну мен қабылдау жаныңыздың барлық тұстарын қамтитын шынайы деңгейге көтеріледі. Ең бастысы, шын терең махаббат тек сол кезде ғана мүмкін болады. Өзіңізді толық қабылдағанда, оның ішінде қараңғы жақтарыңыз бен кемшіліктеріңізді де. Бұл
бұл жай ғана әдемі сөздер емес, не теория ғана емес. Бұл бүкіл өміріңізді өзгертуге алып келетін практикалық жол. Ол үнемі өзіңізбен жұмыс істеуді және өзіңіздің көлеңкелі жақтарыңызбен батыл жүздесуді талап етеді. Әрбір кездесу, әрбір қарым-қатынас біз өз шынайы болмысымызды көре алатын айна іспетті. Және дәл осы сәттен бастап толықтыққа, тұтастыққа апарар жол басталады. Яғни өз болмысыңыздың барлық қырын қабылдау. Осындай терең өзін-өзі тану ғана бізге шынайы махаббат пен өзара сыйластыққа негізделген, яғни қорқыныштан, тәуелділіктен немесе ішкі бос кеңістікті өзгелер арқылы толтыру әрекетінен тыс сау қарым-қатынас құруға мүмкіндік береді. Осы процесте маңызды бір нәрсе бар. Өмір жолымызда кездескен әр адам өзімізді және ішкі қажеттіліктерімізді жақсырақ тануға көмектесетін ұстаз. Біз өзімізді кішкентай және маңызсыз сезінетін кездер көп. Себебі біздің ішімізде бір бөлік бар. Ол өзіне үлкен әрі мағыналы болуға рұқсат бермейді. Өзіңді тану жолында сен көлеңкеңмен қалай үйлесуге болатынын түсінесің. Мінсіз болу үшін емес, тұтас болу үшін. Себебі өзіңді толық қабылдағанда ғана шынайы түрде сүйе аласың және сүйікті бола аласың. Маңыздысы, көлеңке тек теріс қасиеттерден тұрмайды. Ол сондай-ақ танылмай жүрген қабілеттер мен таланттарды да қамтиды. Егер сен өзіңнің кей бөліктеріңді қабылдамасаң, өз болмысыңды бөлшектеп, жан тереңіндегі байланыстың алдын ала көрінбейтін кедергі жасайсың. Бұл ішкі бөлшектену сенің басқалардан өзіңде жоқ дүниені іздеуіңе итермелейді. Біреуді қатты сынаған сайын айналдында тұрғандай боласың. Сенде тітіркену тудыратын қасиет, өз бойыңда мойындамай жүрген нәрсеңнің бейнесі. Ең күшті эмоционалды реакцияларыңа назар аудар. Дәл сол жерде ең маңызды нұсқаулар жасырын. Мүмкін сен өзгелердің осалдығына шыдай алмайсың, себебі өзіңнің әлсіздігіңнен қорқасың. Немесе шамадан тыс амбицияны сынайсың, өйткені өзіңде де жетістікке, мойындалуға деген құштарлық бар екенін мойындағың келмейді. Бізді өзімізде басып жүрген қасиеттерді еркін көрсететін адамдар тартады. Егер үстем адамдарға қатты тартыла берсең, өз-өзіңнен сұра. Менің ішімде де күш пен беделді еркін білдіргім келетін бір бөлігім бар ма? Егер үнемі құтқару қажет серіктестерді іздесең, бұл сенің қамқорлық пен назарға деген ішкі мұқтаждығыңның көрінісі. Қарым-қатынас көбіне көзге көрінбейтін, бірақ қайталана беретін әрекеттермен бұзылады. Мүмкін сені тастап кетуден қорқасың, сондықтан алдымен өзің кетіп қаласың. Немесе бақылаудан қорқасың, сол себепті серіктестің кез келген ұсынысына қарсы тұрасың, тіпті ақылды болса да. Бұл үлгілер кездейсоқ емес, олар сенің көлеңкеңдегі қорғану механизмдері. Көлеңкемен үйлесу батылдықты талап етеді. Алдымен оны ешқандай айыптаусыз көруге дайын болу керек. Басқа біреуден бір нәрсеге қатты жиіркену не ашу сезінген сайын өзіңізден сұраңыз, бұл менің өзімде жоқ па? Бұл өзіңізді айыптау үшін емес, тереңірек түсіну үшін қажет. Интеграция, яғни өз көлеңкеңізбен татуласу, сондай-ақ басылып қалған қырларыңызды қауіпсіз ортада білдіруді де қамтиды. Егер шығармашылығыңызды басып тастап жүрсеңіз, оны еркін білдіре алатын кеңістік табыңыз. Егер сізге жақындық қажет екенін мойындамай келсеңіз, сенімді адамдардың жанында шынайы болуға мүмкіндік беріңіз. Уақыт өте келе, бұрын қабылдамаған бөліктеріңіз ішкі жауларыңыз емес, күшіңіздің көзіне айналады. Көлеңкеңізге хат жазу өте пайдалы жаттығу. Оның бар екенін мойындап, сізге көмектеспек болғанына алғыс айтыңыз. Және оны мейіріммен қабылдауға ниетіңізбен бөлісіңіз. Осы ішкі диалог өзіңізбен терең татуласудың бастауы бола алады. Керемет парадокс мынада.
өзіңіздің ең қараңғы жақтарыңызды қабылдағанда, сіз жарыққа толы бола бастайсыз. Өз кемшіліктеріңізді мойындағанда шынайы боласыз. Ал дәл осы шынайылық шынайы байланыстарға жол ашады. Ең терең әрі қанағат әкелетін қарым-қатынастар екі адам өз жарығы мен көлеңкесін біріктіріп, тұтас күйінде кездескенде ғана туады. Байланыс теориясы бізге алғашқы қарым-қатынастарымыз ересек өміріміздегі қайталанатын үлгілерді қалыптастыратынын үйретеді. Егер бала күніңізде махаббат тұрақты емес деп қабылдасаңыз, сіз ересек өміріңізде де бейсаналы түрде дәл сондай тұрақсыздықты іздей бастайсыз. Себебі бұл таныс сезім, ауыр болса да. Бұл үлгілерді мойындау, оларды өзгерту жолындағы алғашқы қадам. Романтикалық махаббаттың шынайы мақсаты сізді бақытты ету емес, бірақ бақыт оның әдемі жанама нәтижесі болуы мүмкін. Оның шынайы мақсаты сіздің ішіңіздегі жасырулы жатқан жақтарыңызды ашуға көмектесу. Себебі жақын қарым-қатынаста сіздің ең терең қорқыныштарыңыз, қорғану тетіктеріңіз бен айтылмаған тілектеріңіз көріне бастайды. Серігіңізбен келіспеушілік туындағанда ең маңызды сұрақ кім дұрыс емес, бұл мен туралы не үйретіп тұр деген сұрақ. Мүмкін сіздің шамадан тыс тітіркен өңіз терең сенімсіздіктің белгісі. Мүмкін бақылауға деген қажеттілік тастап кетуден қорқу сезімін жасырып тұр. Осындай түсініктер өсуді қалайтын адам үшін нағыз қазына. Тартылыс сезімі де ұстаз. Сізді қызықтыратын нәрсе өзіңізде әлі қабылданбаған жақтарыңыз болуы мүмкін. Егер сіз біреудің еркіндігіне қатты тәнті болсаңыз, бұл өз өміріңізде де көбірек еркіндікке ұмтылыс бар дегенді білдіруі мүмкін. Егер сізді біреудің шығармашылығы шабыттандырса, мүмкін ішіңізде өзін білдіруге дайын суретші бар шығар. Сізді қатты тартатын нәрселер ішкі ашылмаған әлеуетіңізге апарар жол картасы. Тіпті махаббаттағы көңіл қалу да, ауыр болса да, өсу мен өзін-өзі тануға мүмкіндік береді. Қарым-қатынас аяқталған кезде алдыңызда екі жол тұрады. Біреуді кінәлап, сол үлгіні қайта қайталау, не болмаса ішке үңіліп, мен бұдан не үйрене аламын деп сұрау. Осы екі реакцияның айырмашылығы, сіз өкпелі болып қаласыз ба, әлде өмір сабағын алатындығыңызды анықтайды. Егер бұл видео сіздің жаныңызға жақын болса, Нұрлы Войс арнасына жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл тек қолдау емес, бірге тереңге үңілуге жасалған қадам.